Қыздар информация сіздерге арналады. Әсіресе бет аймақтарын қарадақ басып кеткен қыздарға. Бетті қарадақ басу ол гиперпигментация деп аталады. Гиперпигментация ол теріде меланиннің жиналуы, яғни көбеюі. Меланоцистер негізінен бізге қасымызға, терімізге, шашымызға түс беретін пигмент болып табылады. Ол көбінесе жүктілік кезінде жоғарылауы мүмкін, дақтар пайда болады сол кезде. Одан кейін эндокриннік, яғни жыныс гормондарында белгілі бір аурулар болған кезде, мысалы поликистоз деген сияқты аурулар кезінде кездесуі мүмкін. Одан кейін бауыр аурулары кезінде, мысалы гепатиттерде кездесуі мүмкін. Онымен қоса жер әлемінің бәрі қазір айтып жатыр, күннен қорғануымыз керек деп. Ультрафиолетті сәулелер біздің терімізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Бұл дақ болған кезде қандай зерттеулер өтеміз. Ең бірінші ол жыныс гормондарын тексеруіміз керек. УЗИ малова таза, онымен қоса қарапайым биохимиялық анализ тапсырып, бауырдың жұмысын анықтау керек. УЗИ органов брюшной полости көруіміз керек. Және де қыздар жаз кез келді, ерінбей терімізді күтінуіміз керек, қорғануымыз керек. Ол очки тағып, бас киім тағып, үнемі, да хоть бір 5 минутқа далаға шықсаңыздар да, күн сәулесінен қорғайтын кремдерді жағып жүруіміз қажет. Және де егер де ол пигменттің пятналары уже кетпей жатқан жағдайда косметологтың көмегіне жүгінеміз. Негізінен основной себебін анықтап алған өте дұрыс болады.